Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз баланы туғаннан 3 жасқа дейінгі тәрбиелеу тақырыбын төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Арнайы қонағымыз психолог сарапшы Абдрахманова Зухра Отанқызы. Қайырлы күн, Зухра ханым. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Жалпы өзіңіз туралы қысқаша айта отырсаңыз біздің көрермендерімізге. Шақырғандарыңызға рахмет. Өте маңызды тақырып бүгін ашылғалы отырған. Сонымен қатар және өзім туралы айтып кететін болсам, жалпы мына Отбасылық академия қоғамдық қорында сарапшы тренер болып жұмыс істеп келе жатырмын. Және де 10 жылдан астам тәжірибелік нақты психология жолындағы тәжірибелік өтілім бар еді. Осы жас аралығында, яғни туғаннан 3 жасқа дейін балаға ата-анадан ең басты не керек? Бұл өте маңызды кезең. Қарастырып отырсаңыз, бала және туғаннан бастап 3 жасқа дейін жалпы мына физикалық деңгейде де өте үлкен өзгерістер пайда болады. Әсіресе және туғаннан 1 жасқа дейін. Бала міне біттей ғана алақанымызда мынандай ғана болып туғаннан 1 жас кезінде өз уақытымен жүріп жүрген балаға дейін айналынады. Бұл кезеңде баланың психикалық қабілеттілігі, жалпы мына эмоция деген нәрселерді бірінші тану жолдары, өз-өзіне көңіл аудара білу, және де мына қызушылық осы өмірге таңда білдіру, ол деген осы кезеңде қалыптасатын жағдай. Егер де мына және туғаннан бастап 3 жасқа дейін десек, бұның өзін 3 кезеңге бөлуге болар еді. Және туғаннан 1 жасқа дейін, 1 жастан 2 жасқа дейін, 2 жастан 3 жасқа дейін деп. Енді соның ішінде өте көп көңіл аударып, біз ата-аналар ретінде қарастырып отырсақ, ол деген ең бастысы балаға толығымен эмоционалды, комфортты жағдай жасау. Үйде ұрыс керіс болса, егерде ересектер бір-бірін түсінбей жағдайлары болатын жағдайда, бұл балаға дұрыс емес, кері әсер етеді. Соны ескере ала отырып, осындай жағымды, айтады ғой, психологиялық комфортты жағдай жасау өте маңызды болып табылады. Бұл кезеңде жаңа ана, жаңадан келгеннен кейін бұл гормоналды түрде, физикалық түрде өзгерістер болғаннан кейін, бұл жерде жолдасының көмегі өте маңызды болады. Соған жүгіне білу керек. Және бізде ата, апа деген сондай немелеріміз бар. Сол кісілердің де көмегіне жүгіне отырып, балаға неғұрлым жақсы жағдай жасау маңызды болып табылады. Жас аналардың көпшілігі жаңағы дене бітімін бүлдіріп алам деп, баланы емізуден бас тартып жатады. Бірақ баланы емізудің де өзінің пайдасы бар менің білуімше. Яғни сол туралы айта кетсеңіз қазіргі. Өте маңызды нәрсе. Себебі жаңағы айтып отырмыз, сіз сұрадыңыз, яғни жаңа туғаннан бастап не нәрсе қажет екен 3 жасқа дейін деп. Соның ішіндегі жаңағы комфортты психологиялық орта дегенде, онымен қатар бізде бауыр басушылық теориясы бар. Сол бауыр басушылық теориясы эмоционалды байланыс ана мен баланың ортасында. Оны тек қана ана бере алады балаға. Жалпы осы өмірді өзін тану білу, осы өмірді өзінің ұстамды ұстауын, ертең ізденушілік, мынандай алғырлық қасиеттерді жақсы көреміз ғой, балада пайда болу. Осы кезде пайда болады. Соның ішінде ең маңыздысы осы баланы емізіп, сол байланыс ең бірінші пайда болатын кез. Баланы емізіп отырып, эмоционалды түрде және физикалық деңгейде бірлесіп, ойлаңызшы, 9 ай бойы бала іште болғаннан кейін, ішіңізден сырттан шыққанда бала сразу ол бөлек болып кетіп қалмайды. Ол әлде де сізбен байланыс өте қатты. Соны үзіп алмау керек дейсіз. Үзбей, соны ары қарай нығайтып, сол жағынан осы баланы емізген кезде өте жақсы болады. Ата-ана осы баланың дыбыс шығаруын, жылауын қалай түсіну керек? Бұл кезде жаңағы айтып отырмыз эмоционалды байланыс деп, сонымен қатар баланың шынымен де ол тілі жоқ айтатұғын, менің мына жерім дұрыс емес деп ол белгі білдіре алмайды. Оның беретін сигналдары бар. Сол сигналдардың бірі баланың жылауы деп айтылынады. Ана ептеп осы баланы дүниеге әкелгеннен кейін көп аналар біледі. Баласы қарны ашқан кезде жылағанын, памперс ауыстыру керек екен жағдайда. Бір нәрсе ұнамаса, соны білдірген жылауының айырмашылықтарын біле отырады. Ол өте жақсы байланыс ана мен баланың ортасында. Сол жағына көңіл аудара отырып, баланың айтып отырған мына сигналына біз
ересек ретінде жауап нақты беріп отырған кезде, сол кезде бала да осы өмірдегі қарым-қатынастың негіздемесін біле бастайды. Сол жағынан өзінің тілектерін, өзінің қолайсыз жағдайларын соны білдіреді. Кейде бізде мынандай бір немене бар, баланы әлгі жылатып қойып, жылай берсін, біраз кеудесі, өкпесі жақсы жұмыс істейді деген сондай бір түсінік бар халықта көпшілік кезде. Әйтпесе қолға үйреніп кетеді деп, білу керек. Білу керек, неліктен? Себебі себепсіз кішкентай бала жыламайды ешқашан. Сондықтан біз біле отыруымыз керек. Байқай, айырып білуіміз керек. Мынау қай кездерде екен, соған жауап беруіміз өте маңызды болып табылады. Осы балалардың күн тәртібі болуы дұрыс па? Мысалы, ұйқысы. Сіз жаңа жылайды деп жатсыз. Мүмкін ол ұйқысы қанбағандан жылайтын шығар. Мүмкін бір жер ауырғаннан жылайтын шығар. Яғни оның барлығын баланың денсаулығы жақсы болу үшін, яғни күн тәртібін сақтау керек деп айтады кейбір мамандар. Мен келісемін. Себебі жылаудың да себептері әртүрлі болады. Оны ана көбінесе интуитивті түрде өзі анықтай алады. Баласы қай кезде жылайтынын, не туралы айтып тұрғанын оны біледі. Сонымен қатар, қазіргі деңгейде, жаңа айтып отырмыз ғой, ақпараттар өте көп желілерде, кейбіреу айтады. Өз ұйқысы келгенде ұйықтайды, тұрғысы келгенде тұрады, жүре береді деп. Ол енді шынымен керек дұрыс емес, себебі балада күнделікті бір тәртібі болу керек. Ол тәртіпті орнататұғын, және ол тәртіппен бірге сәйкестендіретін, ол ананың құзыретінде, сол ананың күшінде соны жасау керек. Бала бір 6-7 айға келген кезде оны тыпыршып, жаңағы қимыл қозғалыстары көбейе бастайды ғой. Жалпы 3 жасқа келген кезде тіптен қимыл әрекеті көбейеді, энергиясы көбейеді деген секілді. Сол кезде ата-ана балаға үйді барынша жаңағы қоршаған ортасын барынша қауіпсіз жасау үшін не істеу керек? Бұл кезде өте маңызды, шынымен де жаңа мен айтып кеткендей, жаңа туғаннан 1 жасқа дейін, 1 жастан 2 жасқа дейін деп, ол әрбір өзінің бір кезеңдері болады. Сол кезде 6 айда еңбектеуге тырысып, отыруға тырысып, бала сондай бір іс-әрекеттер жасайды. Сол кезде біз ересек ретінде өте қауіпсіз жағдай жасауымыз керек. Әсіресе мынандай ұсақ нәрселері болмау керек, тазалыққа көңіл аударуымыз керек. Жан-жақтағы өте көп балалар байқап отырсаңыздар күйіп жатады. Ол өте қиын, кішкентай бала болғанмен де тыртықтар өмір бақи қалуы мүмкін. Соны ескере ала отырып, ыстық нәрселерді артаман қоя тұру керек. Пышақ сақылды мынандай кесіп алатын жағдай, соның барлығын жан-жақты қарастырып, балаға деген жағдайды жасау керек. Өйткені ол 1 жасқа дейін ол зерттеуші, 3 жасқа дейін деп айтуға болады, әлгі өз кезеңінен келгенде. Ал 1 жасқа дейін ол барлық жерде зерттейді, қарайды. Әлгі шкафтарды біз кезінде балаларымызға былай жасайтынбыз. Кухня гарнитурдың шкафтарына резинкамен бетіп жауып қоятынбыз. Есіңізде бар ма сіздің де? Солай резинкамен жауып, ол былай қарастырып отырсаңыздар, ол өте қауіпсіздікті ойлаған. Себебі ішінде банкі болуы мүмкін, оны жарып жіберіп, бала кесіліп қалуы мүмкін. Әрине, әртүрлі. Сол жағынан біз өте көп көңіл аударуымыз керек. Аяқты салып жүрген кезде, уже жүріп, қарастырған кезде, ол кезде де бәр нәрсе қызушылық білдіріледі балалар. Қарап, ана жерден ананы алуға, мына жерден мынаны алуға, сонда байқап отыруларыңыз керек. Бәрін өз орнымен алып сап, құлап қалатындай жағдай болмайтындай, ана бүйтіп тұрған егер жиһаз болса, оны да алып сап, неғұрлым мүлде алып сап, әтпесе тұрақтандырып, сөйтіп жағдай жасау өте маңызды болып табылады осы кезінде. Енді осы кезеңде жалпы ата-аналар өзінің энергиясын, өзінің позитивті жаңағы қалпын сақтап қалу үшін не істеу керек? Өйткені көп ата-аналар күйзеліске ұшырап жатады. Өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болады. Сондықтан, сонымен қатар бірге өзіңізге уақыт бөлген өте маңызды. Өзіңізге ұнайтын дүниені жасау өте маңызды. 24 сағат 7 күн бойы баламен бірге тек қана болу деген, ол тек балаға жақсы жасайым деп өз-өзіңізді күйзеліске шығуыңызға мүмкін. Сондықтан, соның ішінде өзіңізге уақыт бөліп, мысалы сізге ванна ұнай ма, онда баланы апасына, атасына, немесе жолдасыңызға тапсырып, өзіңізге ұнайтын нәрсені өзіңізді демалдыратұғын сондай бір уақыт тапқаныңыз өте маңызды болады. Яғни ол ата-ана егер өзін ойлап, өзіне ұнаған, яғни өзіне де уақыт бөлсе, ол эгоисттік қарым-қатынас болмай ма балаға мысалы?
кейбір ата аналар солай ойлауы мүмкін ғой, яғни мен баламды ойламай өзімді ойлап мына жаққа кетіп қалдым деген секілді. Міне сол сөзіңізге, сұрағыңызға айтып отырған, сөйтіп егер де тек қана баланы ғана ойлап, балаға ғана көңіл бүкіл энергияларыңызды салып отырсаңыздар, сіз күйзеліске шалдығуыңыз өте үлкен мүмкіншілік бар. Ол балаға күйзеліске түскен ата-ана керек емес. Бізге өз-өзімізді білеп, өз-өзіміз тұрақты болу, балаға сол қажет. Сондықтан өзімізге уақыт бөлу дегеніміз, ол біздің эгоцентризмімізға жатпайды. Ол үшін өзімізді кінәлап керек емес. Бұл да балаңызға жақсы жасау өзіңізге өте маңызды. Жақсы, Зухра ханым, сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Бүгінгі сұхбатымыз, әңгімеміз ата-аналарға пайдасы тиеді деген үміттеміз. Келесі кездескенше. Сау болыңыз.